Өткен аптада басталған Израиль мен Хамас арасындағы қақтығыс ушығып барады. Соңғы мәліметтерге сәйкес, әр тараптан 1200-ге жуық адам қаза болды. Бұл қақтығыс неден басталды? Таяу шығыстан тыныштық кетуіне не себеп? Бір аптадан бері әлем Израиль-Хамас арасындағы конфликтіде. Сан қатпарлы бұл қақтығыстың себеп-салдарына бір бағдарлама аясында талдау жасау мүмкін емес шығар. Десе де, таяу шығыс тарихына қысқаша шолу жасап көрейік. Қазіргі таңда Израиль мен Палестина арасындағы ең басты проблемалар мыналар: Израильмен қатар бөлек, тәуелсіз Палестина мемлекетін құру мәселесі, қос тараптың Иерусалимге қатысты позициясы, оккупацияланған батыс жағалауындағы еврей қоныстарын қалдыру немесе тарату, палестиналық босқындар мәселесі. Араб елдері мен Израиль тек территория үшін таласып жатқан жоқ. Ол жерде тарихи, мәдени, діни астар да бар. Әсіресе мұсылмандар мен иудейлер, христиандар да киелі қала санайтын Иерусалим үшін күрес ежелден жалғасып келеді.